Медовый торт. Бүгін ең нәзік балды тортын жасайтын боламыз. Бұл сіздерге бір істегеннен ұнайтынына сенімдімін. Ол үшін 2 жұмыртқа, 200 грамм шекер және 250 грамм майымызды салып араластыратын боламыз. 2 үлкен қасық сүт пен балды қосып араластырамыз. Бөлек ыдысқа 1 чайный ложка соданы салып, үстінен көз мөлшерімен уксус салатын боламыз. Қоспаны ыдысқа салып араластырамыз. Ал енді ұн саламыз. 500 грамм ұнды 4 бөлікке бөліп салдым мен, себебі арасында ұн болып қалмау үшін. Сіздер де солай салып көріңіздер. Дайын болған қамырды салафанға салып, аузын жауып, теп-тегіс қылып, мен морозильникке 3 сағатқа қойып қойдым. Егер сіздер асығыс болсаңыздар, 1 сағат немесе 2 сағатта салсаңыздар болады. Заварной крем. Бұл өте дәмді кремдердің бірі. Осы тортқа өте үйлеседі. Ол үшін 1 жұмыртқамызбен 50 грамм крахмал және 100 грамм шекерімізді салып араластыратын боламыз. Грамм піскен сүтке осы қоспамызды құйып, оның үстінен 50 грамм майымызды салып жақсылап араластырамыз. Қоспамызды газге қоямыз. Өте төмен қойып, 3-4 минут араластырып тұрамыз. Бізде крем пайда болады. Крем суы үшін бөлек ыдысқа салып қоямыз. Мінекей достар, қамырым дайын, қолға жабыспайтын, нәзік. Бұл қамырды мен бөліктерге бөліп шықтым. Менде 7 бөлік шықты. Осы бөліктерді домалақ етіп, зуалақ қылып қойып қойдым. Ұнға араластыруды ұмытпаңыздар, себебі жайған кезде қолға жабысады. Бірінші зуаламды пергамент қағазына өте жұқа ғып жаямын, себебі болмаған бетіне ұнтақ етіп себуге қажет. Кейінгі барлық зуалаларды 26 сантиметрлік тарелкаға қойып, сол бойынша көз мөлшерімен дөңгелек етіп жайып шықтым. Қамырларымызды 260 градуста 6 минут аралығында сары түс болғанға дейін пісіріп аламыз. Піскен кезде ыстық күйінде тарелканы қойып, жан-жағын осылай кесіп алатын боламыз. Егер кішкене суытын болса, қатты болып қалуы мүмкін. Корждарымыз сынып кетуі мүмкін. Ал енді достар, корждарымыздың үстіне кремді жағып, бірінің үстінен бірін қойып кете беретін боламыз. Әр коржға мен көз мөлшерімен кремді салдым. Бірінші жұқа жайған коржымызды осылай ұнтақтайтын боламыз. Оны матаның арасын салып, үстінен оқтаумен бассаңыздар да болады, немесе блендердің көмегімен ұнтақтап алуға да болады. Мен осылай қолмен ұнтақтадым. Дайын болған ұнтақты бетіне сеуіп, жан-жағына жабыстырып, әсемдейтін боламыз. Әркім өз қалауынша әсемдеуге болады. Біреулер клубнай, гүл, әр түрлі нәрсе қою мүмкін. Мен тек осылай әсемдедім. Достар, дайын болған тортымызды бірден жеуге де болады. Холодильникте тұрса, одан да жақсы. Достар, мінекей тортымыз аяқталды. Сіздермен болған Балнұр. Лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесіде керемет рецептермен бөлісетін боламын.